Балқия Балтабай жүрек тыныштығы. Ешкімнен ештеңе дәметпе. Өкпе реніштің жақсы емес екенін қазір бәрі біледі. Бірақ пенде болған соң бәріміз де қапа боламыз, ренжиміз. Дінімізде 3 күннен артық ренжуге болмайды делінеді. Ол өкпе реніштің соңын кекшілдікке, ерегеске, жанжалға, жауыздық пен дұшпандыққа ұластырмай, керісінше сондай жамандықтың алдын алудан туса керек. Бірінші болып кешірім сұрау адамның кішіпейіл, мейірімді, адамгершілік мол екендігін көрсетеді. Ал өлсем де кешірмеспін деп ант су ішу тәкаппарлықтың белгісі. Дегенмен жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бәріміздің үлкенді-кішілі бір ренішіміз болады. Тірі адам болған соң ештеңені көңілге алмай, мүлдем ренжімей жүру мүмкін де емес. Ал сол жанды қинаған, жүрекке зіл батпан болып тұрған ренішті қалай жеңеміз? Ең алдымен реніштің бар екенін мойындау керек. Бұл басты шарты. Көп адам ренжімедім, еш реніш жоқ деп тек ауызбен айтады, шын мәнінде көңілінің түкпірінде кек сақтап тұрады. Сол себепті өзіңізді алдамаңыз, шындықтың бетіне тура қарап үйреніңіз. Я, мен өкпелімін деп мойындаңыз. Өкпе реніш қайдан туады? Өкпе реніш айналамыздағы адамдарды өз ойымызда сызып алған бір шеңберге, өреміз жеткен қалыпқа салып өлшегеннен шығады. Әр адамға бір образ жасап алып, оның бойында болуға тиіс қасиеттер мен мінезді, ол орындауға тиіс міндеттерді миымызға жазып қоямыз. Мысалы, ең жақын адам анаңыз, сіздің көзіңізбен, сіздің білгеніңізбен қандай болуы тиіс екенін іштей түйіп аласыз. Кей кезде анаңыз сол сіздің мидағы образға сай болмай жатса, іштей реніш басталады. Тағы бір мысал, бала тәрбиесі. Көп ата-ана баласының ақылды, тіл алғыш, мейірімді, кітап оқуға құмар, зерек, алғыр болғанын қалайды. Санасында балаға қатысты талаптарының тізімін тізіп алады. Сосын баласы кітапқа емес смартфонға құмар болса, сабақты тек 5-ке оқи алмай жатса, жұмсаған кезде орнынан ұшып тұрмаса, яғни ата-анасының бала туралы образына, ойдағы талаптарына сай болмаса, әке-шешеде бәрібір іштей реніш туады. Баласына көңілі толмай тұрады. Күйеу, дос, бала, әке, бауыр, әріптес, бәрін осындай мидағы қалыпқа түсіріп аламыз. Олардың кей мінезі мен іс-әрекеті көңілімізден шықпай жатса, аспан төңкеріліп жерге түскендей күй кешеміз. Ашуланасыз, ренжисіз, кек сақтайсыз. Басқалардың бойынан көргіңіз келетін қасиеттер мен қабілеттердің тізімін ойша жасамауды үйреніңіз. Адамды өз болмысымен танып білу маңызды. Оны сол күйінде қабылдау қажет. Бәрі біз ойлағандай, біз қалағандай болуы шарт емес. Әр адам жеке тұлға. Бөлек әлем. Әркімнің өз бетінше шешім шығаруға, қалағанын істеуге, тіпті қателік жасауға да құқығы бар. Сіздің ойыңыздағы образға сай келуге, тек сіз күткен өдеден шығуға ешкім міндетті емес. Кез келген адамды Алла жаратқан болмысымен, жақсылық жаманды мінезімен, өзіне тән кемшіліктерімен қабылдай білу керек. Осыны түсінген адам естілікке қадам басады. Сонда орынсыз өкпе нала болмайды. Бұл бір. Реніштің пайда болуының екінші себебі біреуден бірдеңе күту. Айталық, туған күніңізде күйеуіңізден ерекше бір сый күттіңіз, бірақ ол мүлдем басқа нәрсе сыйлады. Күткеніңіз орындалмады. Содан жатып кеп тулайсыз. Сырқаттанып қалдыңыз делік. Құрбыңыз халіңізді сұрап дәрі-дәрмек әкеп береді деп ойладыңыз. Ол хабарласқан да жоқ. Ал сіз өкпелеп қалдыңыз, себебі құрбыңыз ойдағыдай шықпады. Ол осылай істеу керек еді, ол былай айту керек еді деген сияқты өзіңіз ойдан жасап алатын жоспарларыңыз бен күткен үміттеріңіздің кесірінен өкпе ренішке бой алдырасыз. Бұдан шығатын қорытынды ешкімнен ештеңе күтпеуді үйрену. Бұл өте маңызды. Көңіл түкпірінде әлденеден дәмеленіп тұрасыз. Сол қалауыңызды, тілегіңізді ашық айтып үйреніңіз. Үшінші, кей адамдардың өзінің ересек екенін ұмытып, үнемі бала кейпіне еніп кете беру. Бала көп нәрсені түсінбегендіктен үлкендер қалағанын жасамаған кезде өкпелеп жылап, жер тепкілеп шыға келеді ғой. Баланың мұндай әрекетіне түсіністікпен қараймыз, себебі оның әлі ақылы толыспаған. Ал енді қит етсе бала сияқты өкпелеп шыға келетін үлкендерге не деуге болады? Өкінішке қарай, жасы ұлғайса да мінезі мен кей іс-әрекеті бала позициясында қалып қоятын ересектер болады. Оған салсаң, бәрі соның айтқанымен жүру керек. Қалаған жасау керек, көңілден шығу керек. Олай болмаса, бұртиып, қабағын түйіп, өкпелеп шыға келеді. Жарына, баласына, ағайын бауырына, көрші қолаңға, қызметтес әріптеске, қала берді, қоғамға, өкіметке, елге, бір сөзбен айтқанда бәріне ренжиді.
Неге маған етпейді, неге маған бүйтпейді деп өзінен басқаның бәрін кінәлайды. Өміріңізде бірдеңе дұрыс болмай жатса, ойлағаныңыз іске аспай жатса, бала-шағаңыз көңіліңізден шықпаса, тұрмысыңыз төмен болса, ажырассаңыз, жалпы өмірде адамның басына түсуі мүмкін қандай да бір қиындыққа кез болсаңыз, кінәні сырттан іздемеңіз. Өмірге тек өзіңіз ғана жауаптысыз. Ешкім сізге ештеңеге міндетті емес.